менің мадек білдім ғой және де. Чина. Сондай-ақ. Бесұлдан. Бүгін бізде тағы бір керемет контенттің бірі. Өткенде бізден бір оқырман сұрады, сол себепті бүгін осы контентті түсіретін боламыз. Иә. Қалай болады, не болады видео барысында көретін боламыз. Осыдан не тұрс? Біз Бастаймыз. Жалпы айтқанда достар, өткенде естеріңізде болса, біз сусынның дәмін тап, энергетиканың дәмін тап деген екі челлендж шығарған кезде, соның комментариясынан бір оқырман бізде бүгін чипсы жеп көріңдер деп жазып кетіпті. Иә, чипсімен қалай болады екен деп қоямыз, бірақ қазір көретін боламыз. Шепси қасына пепси. Сусындардың арасында үшеумізде енді жестко не кетті, батыл кетті үшеуміздің арамызда. Тағы да сол үшеуміз бүгін енді чипсімен көретін боламыз. Видео басында кім отатынын сырасы айтпайын. Бірақ мына опасный мына жігіт бар ғой. Дәм табудан жаман бірақ ше. Сол себептен ол үшін айтқанда көп сөйлемей қойып, көрейік та, мен де мықтымды айтып беріп қоймын мына жерде. Тұршығаныңдай ойлаймыз ғой. Отырса тұршық кеттік. Достар, бұл жолда енді кішкене ереже өте қиындау. Біз еще брендтің атын, еще вкусын, оның бәрі кішкене қиындау болды. Өте өзгеше болады. Иә. Қазір видеосы өздеріңіз түсінбей жатқан болсаңыздар толықтай көретін боласыздар. Көп сөйлемейік, біз бар жоғы небәрі 5 раундтан қыламыз. Ол баяғы шарт. Иә. Көз байланды. Маған енді жаман қызық болып отыр. Чипсы негізі өзім жақсы көремін ше. Ал достар, Чинаның чипсы қойылды. Бізді қай чипсы екенін картина арқылы көрсетіп отырамыз. Егер де біз ыдысын әке көрсететін болсақ, ол шықырлаған не болмаса қазір бізде басқа қораптағы чипсыларды қорабының дауысынан арқылы танып қалуы мүмкін. Сол себептен фото арқылы көрсетіп отырайық. Ал бізде олай болса, бірінші чипсіміз осындай екен. Ал онда Чина досымыз таба ала ма? Көрейік. Ұстап көргенде жеп көрсей, сен тамыр ұстағаннан таба алмайсың, ау? Жігіттер ескек көріп отыр. Сонымен, мынау қандай чипси? Вкус краб. Жетеді сол екен, иә. Ал аты қандай? Бренд қандай бренд? Мен андай чипсы жейін 4-5 салып жейін да. Оның жейші тесіз айтшы, айналайын. Оның жейді тесіз айтшы. Қой жүз. Фан краб қомны. Болды ма соңғы нақты жауабың? Соңғы нақты жауап. Көзін аша берсең болады. Бұл бізде достар, Лейс. Фанның крабы жоқ та ғой. Қой, икра, сметана, зелень, сыр. Түсіндің ба? Қатта бол, тамыр. Қой, екінші жауапты келіп көт жақсы болды. Анда жұмсақ сияқты ғой, мынау жұмсақ болып жатыр да маған. Ол болса келесі достар бізде Беканың кезегі. Көрейік. Бека. Бірақ осы жастарға қорқатын болды ше осы. Осы жігіттер ғой негізі. Фан деп тұрып по полкын бүйтіп қойып бере салды ғой. Ну, ана еще видеоларда көп байлайтын болсаңыздар, чипсы, KFC жаңағы сондай нәрселерді өте көп жеп жүріп. По-моему, қорқып тұрмын кішкене. Шепсиде жас болса шақырып. Десек те осал емеспіз, оңай беріп қоя салмаймыз. 2 килограмм чипсы 30 мен чотам. Қиын болып жатыр маған чотам мынау. Ё-мо, былай жақсы көремін чипсы жеген, бірақ бүйтіп ажырату қиын екен. Чипсыды қызбен кинода да. Не дейді? Бекаға мынандай чипсы киіп отыр екен. Андай жерде кішкентай фотосын көрсетіп отыра берейін. Жалпы таба ала ма? Ал көрші Бека. Көрінді ма? Так, сонымен Луковые кольца. Сразу, ё-моё. Жүрсің? Андай компаниямыз андай розовый. Болды? Розовый мен андай көк несі бар шықтары, иә. Сосын қай жыл шыққан? Қай жыл шыққан? Басқа. Осы жыл шыққан. Қай айда? Сұрақ көрдіңіз? 9 сентябрь. Қанша грамм? Грамм 140 грамм. Нереально жігіттер ғой ше. Жо, мынаны айтсай сен, упаковкасы розовый, сырты көк дегені қалай екен? Базар. Ё-моё. Дәмі сыр. Алдағы сөздер келесі менің де кезеңге қапты. Жігіттердің жеңіл деп ойлап отырсың ғой сен, иә? Сен көрсетейік қазір бірінші сен бұны. Сіздерге көрсетейік, көрініп тұрса міне. Так, Бека көрдің ғой? Көрдім. Ал. Түрінен сразу білдім. Ол Мади бірақ түрін көре алмайды. Мади түрін көре алмайды, дәмін көре алады. Негізі қиын иә, көзің жауып тұрса иә? Вкус бекон бар білем. Шаш дейік па, еттің дәмі ғой. О, шын қате. Негізі ол вкуспен бал бермейді, главное брендтің аты ғой негізі. Брендтің атын тапшы, хотя бы иә. Вкустан что-то алыс кетіп қалдың бауырым. Жібермей енді бірдемесін жобалап келтірсей, иә. Что-то бәрін жеп қоятын сияқты сол? Гризли ғой. Нақты әрі соңғы жауабың. Лейста бұндай ұзын-ұзын болмайды. Прям точно знаете, болды соңғы жауап. Гризли сияқты. Ал көзіңді аша бер. Чё там? Чё там? Мен қалай таппай қалдым енді. Ё-мо, даже Мади тауып жатыр. Даже. Даже демей қойшы, давай, чё там? Даже деп қойды ма? Даже деп қойды. Ал олай осылай. Даже деп қойды ғой жоба. Екінші раунд бізде. Екінші раунд көрейік. Бізде наследен сіздерге жетіп тұр ма? Көріп тұр ма? Болмаса шетіне көрсетіп кетейін. Ал жігіттер көрейік. Мынау екен ғой. Опо, мына чипсылардың формалары бірдей.
Аха. Ол дегенің не екен? Так, мен білем вроде бұл не. Не екен ол? Айтшы ал досым. О, дәмін көрейін деді. О, дәмін. Вкусы қандай екен? Вкусы қандай екен? Краб. Краб. Умчим ол краб сөйлеген да. Учим болған краб сөйлеген. Соойдан да. Сен бірінші ойнама. Көрейік, давай тамыр. Давай тамыр. Жіберме айтсай ол, тауыстан болды. Жіберме айтсай ол, таусың болды. No, Lays. Сен жүрсе жазға деп. No, Lays. Қандай? Lays. Фирма Lays. Болды. Нақты соң жауабым. Лейстің де түрлері көп қой. Андай домалақ неде болатын ғой? Қандай? Ұзын ше? Тұрбада болатын ба? Труба емес ондай, специальный домалақ. Қандай айтсам? Білмеймін оның атын. Айтпаса білмесе отыласыңдар андай. Фирманың атын айту керек қой Lays. Лейстің фирмалары өте көп қой. Мысалы андай ұзын ше, фри сияқты түрлер бар, стикс деп айтылады. Короче, мен қараңдар, мен Лейстің өзі, иә. домалақ деген ішінде мынандай осы домалақта как бутылка сияқты упаковка ішінде. Pringles дейтін ол өзі отдельный фирма ол. Pringles емес, Lays'тың осындай шыққан жеген мен. Енді атын айтса енді тамыр енді. Lays короче. Болды ма? 0,5 ашпа болады да тамыр. Неге 0,5? Lays қой. Жарайды. Негізі Lays стейкс деп айтылады, ол енді білмеймін сіздер қалай баға берілдіңіз. Жарайды, ала берші. Бірақ что бересіздерші, қинамай қойшы, жігітті что-то ашуланып барады. Ал уже Бекаға да бізде екінші сізге қапты. Бека, смело. Көреді. Бұл жолы бізде мінекей мынандай чипсы екен. Мынандай чипстердің өмірінде бірінші рет өтіп тұр. Өте ерекше чипсилардың бірі. Бұл да негізі өте ерекше чипсилардың бірі, достар. Бұндай негізі өмірінде бірінші рет көруім. Аха. Ал енді Бека не дейді екен? Бека не дейді екен? Бека үндемейді. Чипсіге қатты жейтін жігіттер. Сондай что-то көрейік. Кракс краб. Қандай? Сразу аша салды ғой. Қандай? Кракс краб. Аха. Кракс краб? Кракс, короче, кракс. Краб дейді. Tamam Тура маған алып келген ғой. Тура маған. Чотам. Жоқ, жаңа мен жеген чипсы қайтадан әкел. Знаешь, достар, бүгін вариант бар, кішкене шанс бар ұтуға. Шанс бар бұл дегеніміз. Көрейік ал. Біздің кезекке қапты. Чипсы дайын ба? Чипсы дайын, не мынандай чипсы достар. Ал енді майда. Майда неге үгіт сағанда. Ал не дейді екен? Бека. Маған фотосын көріп отырып ше, қызық не айтады екен, осыны айтқамаса екен, осыны айтқамаса екен деп. Вкус снова, пияздың дәмі. Точно ма? Иә. 110%. 110% пияздың дәмі. Сосын? Бірақ, қаттылық проценті. Варианттар бар ма? Варианттар. Ана сатамыз істейік. Бізде просто где-то нелер жоқ. Вариант айтайын ба саған? Вариант мынау Приора, Семерка, Четверка, Пятнашка, что там? Может бізде... Шоха. Қандай версия тамыр? Вариант көп қой? Грантама. Жоқ, енді қайта бір түрлі. Вестама. Велосипед. Обычный чипсоный. Точно ма? Чипсоный. Жаман жұмсақ қой. Ашсай. Қарсы қалай тауып қойды? Жұмсақ қой, тамыр мұны. Жұмсақ қой. Даже мадияр тауып отыр, достар. Даже не қорым. Бір, екі көрейік. Ай, палуан, молодец, палуан. Бізде мына чипсы екен. Бізде достар мына чипсидің түрі. Не мынау? Бүйтесің ба? Аха. Иә. Ойнай, тамақпен ойнамайды, атам қазақ. Вот жесей тезірек. Біреуін бүйтесің. Так, достар, наны мен өмірімде шынымен бірінші рет көрдім мынаны. Так. Мен де сіздей көрдім тұр ма, білмеймін. Наны шынымен өмірімде бірінші рет, даже мен дәмен көрмегенде шығар, білмеймін бірақ. Что там? Мынау пияздың дәмі. Қой, иә? Неғып басқа нәрсе жазылып тұр ғой? Пияздың дәмі ғой. Қой, иә? Еще андай бір қызығы үшеумізде почти тең келе жатырмыз ше, сол үшін мынаны табу керек болып тұр ғой қазір. Қалай тең келе жатырық ба? Сосын мадияр таппай қалса, мен табылет тауып кетсем, вот ұтып тұрмын ғой. Ой деген екен. Ау, луковый кольца, пример деген ғой. Түү, точно соңғы нақты жауабым. Соңғы нақты жауабым. Болды, тамыр аша луковый кольца, пример. Құтты болсын, тағы да минус бір очко. Минус бір. Молодец. Дұрыс қой, а? Иә. Бәсе. Короче, 2-1 короче. Қуанып кетті ғой жігіттер, қуанып кетті ғой. Бәрі тактикамен айтқан бойынша қазір ұтам, мадияр таппайды, мен табам. Болды болсын. Вангасын мадияр. Уже мен айтқан орындалып жатыр ғой қазір. Бақып көрем. Өзіңе келген кезде қазір көреміз. Қазір мадияр келгенде көреміз. Пока Бека. Келесі бізде Бекаға бағына мына чипсы бұйырыпты. Давай көрер Бека? Көрер. Бека, қорқпа. Ай, палуан, мына чипсы итті что-то бірінші рет көруім мен. Неме бәлеқа чипсілер қақтым тауға келгесіңдер, Қақтым тауға келгесіңдер. Мына қайын жағалап. Мен де бірінші рет көріп тұрмын. Что-то Бекада бірінші рет көріп тұр ма? Дәмін ұзақ ойланып жатыр. Айдағым түсіндіріп саған. Дұрыс негізі, өйткені жаңағы формасына таныс қоятындар бар. Жаңағы Чина сияқты формалары бірдей деп қой. Сол себептен негізі сындырып әкелген негізі организатордың басы. Жоқ, Беканың бір жақсысы андай чипсиді көп жедім деп қатты мақтанып кетті ау деймін. Рейстакс. Қой, үшінші рет түспеді уже. Екінші рет түспеді. Салмай қалды. Уже екінші рет осыны қайтадан Неғыза шот қандай неғыза? Неғыза 2-2 ғой. Үшіншісі қырам өзін. Қалмай зау деймін. Үшіншісі нұраз қалам өзін, тамыр. Ей, менің айтқан болады қазір, осы жол мади таппайды.
Келей, тамыр, әкел, қоя берсейші. Не қылдың да? Сковородкаға барып. Мынандай чипсы, короче, достар. Сковородка қорқуға кеткен ғой. Аяқ масын жасырмаса случайно? Таптаған ғой сен үшін танкімен мұжған ғой. Ал енді көрсін ал жігіттер. Что-то жеусі мощный что-то. Қарны ашқапты. Менің айтқаным болады енді қазір. Бұны таба алмайды жігіттер. 110% гарантиясы бар. Bir жыл қалсаңыздар, гарантийный несі талоны бар. Так, достардан негізі өте табу өте қиын. Қаттылығын, дәмін сезілу келмей жатыр да. Болса енді тез. Вкус трап. Нақты әрі соңғы жауап. Лейс ғой? Точно ма? 110%. Лейс қандай ал, а? Лейстің өзі ғой? Стейкс емес. Өзі? Стейкс емес. Стейкс ба? Стейкс емес. Дұрыс тапты, йоу. Қалай тауып қойып атыр, но қалай тауып қойып атыр, достар? Ойнамаса. Өзім көріп тұрған жоқ па, бүйтіп? Тамыр. Қойсаң нәрге чипсиді. Жоқ қой сен түсір тамыр. Мұрныңмен күсетуші мұрныңмен, ауа кемей қалды. Хотя мұрның ұстайтын түсірсей? Қойшы, нормально. Так, достар, бүгін бізде чипси екен. Бүгін бізде. Что там тамыр? Не мынау? Макарон. Не дегеніз? Рашки. Что-то Чина бір қулықтарына көше бастады. Астына көріп тұр бар дегенше опасный что-то бар ғой? Опасный? Что-то опасный. Тұрмын, ойлана ғой, сөйлемей тұрады ма? Айналай, тез. Миым ашып кетті уже. Миың ашып. Сол үшін таппай жатыр мен бар ғой. Қарсай сен табалмайтын қарсай. Да. Табалмайды? Екі очко ма? Екі очко ма? Вот, қозғал. Лейс такс, все, точно. Лейстің стакс. Салам алейкум. Ассалаумағалейкум. Тұрасың бауырым. Минус бір очко. Мына жерде қараса екі түрлі чипсы жүр. Жоқ, бір түрлі чипсы жүр. Екі түрлі чипсы жүр. Барабанный студия. Әкеле бер. Барабанный дроки, тамыр. Барабанный студия келді. Бізде көре жасыр. Шындығы ма? Мына чипсидің түрі. Что там делай? На точно. Неси тағы. На палау екен ғой. Палау ғой мынау. Андай плов жеп жатқан адамдар ұқсап бүйтіп, плов жеп жатқандай жеп жатыр ғой. Точно табалмайды. Луковый кольца розовый синий. Салам алейкум. Луковый кольцарақ примера дегені. Сәл келмей қалады, басқасын айтсын. Қабат деген ай. Өмір өзі балачка сияқты болып тұр ғой. Алтай достар, қазір менде соңғы 4-ші раундтың қазір егеде мен 4-шісін табатын болсам, онда осы жерден оны аяқталады. Өйткені менде 4 очко, мынада 2-2. Жоқ, онда шанс болмайды. Иә. Ал егер де қазір мадияр таппайтын болса, Бек екеумізге хотя бір шанс тапты. Иә, шанс болады. Иә. Сол себептен қазір бір жағынан решающий сәт. Бәріміз тілейік қазір мадияр таппасын деп, достар. Таппасын. Иә, сіздер де бізбен бірге тілеңіздер. Ойбой, немене мынау. Дай марпа Мынандай чипсы. Палау жесей, тамыр палау. Мына чипсы да. Ағайындар болмайды ғой мынау. Мынандай чипсы, Маған короче. бәтілзай болды ғой. Мынау не тары ғой мынау. Чипс емес тары ғой мынау. Дұрыс болды. Бізде жай үсіп жедік, тамыр, что там, қалай екен? Біздің орнымызда да болып көрсей бір. Көп ойланды, осыны ойланғаннан қорқатын болдым бар ғой, что-то чипсы қатты жейді екен. Бүкіл вкус тауып қойып жатыр ғой. Бұны енді бірақ ешқашан таппайтын чипсы, мына мадияр бұны. Өмірінде жеп көрген ба, жеп көрмеген ба, даже білмеймін де. Может, кинода жеңдер. Жемеген шығар енді бұл. Бір жет жеп көріп жатыр. Трубаның ішіндегі не ғой? Чипсы ғой? Нақты әрі соңғы жауабыңыз, өйтіп уақыт созбай тез-тез айтшы, біз келесі раунд. Вингус либо лейстекстің екеуін білу керек. Қайсы екенің? Екеуінен қайсы? Точно. Лейстекс. Точно, нақты әрі соңғы. Чо там? Кракс болды, достар. Принглс деген жоқ та. Чо там? Ұттым деп уже ойлаған едім. Ұттым деп ойлаған ба едім. Братишка. Принглс деген жоқ та ғой. Братиш, сол ғой. Принглс дегенде қуанып отырсың ғой. Ё-моё. Значит, шанс бар өзінде да? Бізде шанс бар. Десек те 5-ші соңғы раунд, қазір көреміз. Иә, бізде 2-2-3 пока что бірақ алды дәл. Қазір озатын боламыз. Қиын қойыр әлі. Так, достар, раунд соңына келген сайын біздің жігіттер болмайды ғой? Болмайды жігіттер. Тапты. Так, достар, бізде раунд соңына келген сайын уже біздің чипсиларымыз ұтақталып бара жатыр. Жаман қатты ұтақталып бара жатыр. Чипсиіміз конкурент. Не, ұнтақтап атсыңдар ғой, ұнтақтаған сайын. Жайын достар, қалай да көресіз, 20 мың деген отыру керек. Мен көріш, давай табыр. Мен қазір тапсам, чай болады, иә? Неге дейсен, может мен тауып қалады. Менде қолым бар ғой. Сонымен шықтым. Кракс, точно. Давай. Нақты соңғы. Молодец. Дұрыс па?
Дұрыс, кракс. Что там? Молодец, ты что месси. Уже 3, достар, уже 3. Келик шай бастатқан жігітті. Молодец. 3, 2, 3 достар. Әлі бізде ход бар, көзіміз қойып. Ақшам арда ход жоқ. Соңғы раунд. Қалай бека іште? Соңғы раундтың беканы соңғы Чипсиді қатты білмейді екенсің, оказывается. Фотосы кәм бізде? Фотосы достар бізде мынау екен. Кәм фотосын көрсетінші? Міне фотосы. Давай, делай. Бұл жол что-то басқаша что-то. Что-то ауызға сыймайды что-то. Жоқ, негізі онтақта. Фан. Сразу топ қойды ғой. Сразу топ қойды ғой. Честно, келісіп алған мынау. Фан, постоянно фан жеп жүрген. 3 ба? Иә. Ма, короче, шешуші раунд. Все, ничего, достар, бүгінгі видео енді осымен достық жиында. Тоқта, мен бармын ғой. Ей, мен уже қорытындылай берейін да, зачем уақыт созу? Бүгін бізде бірінші рет. Ей құдай, өзің жар бол берсін өсте бер, амин. Жігіттер ондай болмай ғой, жігіттер. Жаңа, екеуіне де онтақтамай әкелді де, маған онтақтап тастаған қасындашы. Конкретно көріп тұрсыңдар ғой жігіттер, ағайындар. Кімге қалай не қылып жатқан? Ал енді тауып көрем. Не чипсы екен? Не чипсы екен? Соңғысы, бірақ осыны тапса тап. Соңғы сұрақты осыны тапса тап. Жаңа, трубадағы чипсы ғой. Қандай? Трубадағы. Точно ма? Бұл чипсы бүгін бірінші рет тамыр. Нақты әрі соңғы жауабым. Нақты әрі соңғы. Кракс ғой. Нақты әрі соңғы ма? Доңдыр қыстап кеткен қорап. Кімізді ма? Нәзгі дәсті көстір достар. Лайк басарсыз. Соз лайк басарсыз. Ема! Көрдіңіз ғой достар, кім-кімге конкретно қасанық жасаса да, короче, таза еңбек. Просто бір жылда бірінші рет тұтыр челлендждан барған бәрі. Даже көрсетті ғой, организатордың өздері кімге болит еткеніне, кімге ұсақтамай кетіп, кімге ұсақтамай кетеді. Короче, оңды солды, батырға оңды солы жоқ дейді ғой. Конкретно 20 мың теңге ма? Конкретно 20 мың мойындайсың ба? Конкретно ма? Конкретно ма? Қатты чипсы қачы деген соңызды. Көтам. Мәз ғына жаман, еғамай. Кетті мен düşтім. Алтай боласыздар, осылай керемет көңілмен біз видеоны аяқтаймыз. Бұдан сайын сіздерге лайктаймын, басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий керемет сурет қалдырып кетіңіздер. Ал бүгін сіздерді осы видео көңілдеріңізден толықтай шықты деген ойдамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.